өтті. Шамамен 300-дей адам жиналған. Бұл кездесу президент жарлығы аясында өтіп жатыр. Бәріңізге мәлім. Орталық атқарушы органдардың басшыларына президент жарлығы арқылы халықпен кездесу керек. Оның бөлек форматы бар, бейне ережесі бар. Бүгін халық қойған мәселелердің біраз мәселелерді қойды. Оның ішінде 3 мәселеге тоқтауға болады. Біріншіден бұл газбен қамтамасыз ету, екіншісі интернеттің сапасы, үшіншісі ауыз судың сапасы, яғни ауыз сумен шалғай ауылдарды қамтамасыз ету. Әрине, бұл халық қойылған сұрақтарды біз бәрін министрліктерге, жауапты министрліктерге жеткіземіз. Бұл экология министрлігі, цифрлық даму министрлігі, яғни және энергетика министрлігі. Корея сегодня прошла встречу с населением в рамках указа главы государства о встречах первых руководителей страны исполнительных органов с населением. В данном случае я приехал в районный центр Майкумского района. Это район, который составляет половину практически Жамбылской области. Населением, гражданами поднимались разные вопросы. Отметил бы 3. Первый вопрос – это обеспечение газом. Второй вопрос – это качество интернета. И третий вопрос – это снабжение питьевой водой. Все эти вопросы от населения нашими сотрудниками собраны и будут доведены до соответствующих министерств. Расскажите цель вашей поездки, как будут решаться, как будут еще решаться вопросы, еще какие-то другие были же? Были поставлены вопросы, я уже говорю, что 3 вопроса было основных. Были, кроме этого, вопросы, касающиеся и частной жизни людей, и, освещение улиц в некоторых населенных пунктах. Также были вопросы со стороны многодетных матерей, вопросы, касающиеся и службы скорой помощи. Что касается непосредственно деятельности нашего министерства, был вопрос о молодежи. То есть о том, что из малых населенных пунктов молодежь уезжает в большие города. Понятно, что со стороны государства введен ряд программ, которые дают возможности роста и развития для молодежи. Но мы же прекрасно понимаем, что в любом случае большой город манит. Это вопрос не только Казахстана, это вопрос практически всех стран мира, когда большой город манит, и всегда в поисках лучшей жизни, в поисках лучшего досуга, в поисках лучшей работы молодежь едет в города. В принципе, так или иначе, все мы родом из аула. Так или иначе, так. Но при этом, было очень хорошее выступление о том, что какая неравнодушная и активная молодежь живет в Майкумском районе, то есть были обозначены и их, волонтерские акции, и благотворительные. И я вам скажу, что по информации Министерства информации общественного согласия, общественного развития, по информации Министерства информации и общественного развития, на сегодня Майкумский район по активности волонтеров находится. Вы встречались с Якимом, как в целом? В целом я скажу, что область развивается. В последний раз в городе Тарас я был в 2015 году и увидел, что город изменился, появились новые здания, новые строения, заметна активизация малого бизнеса, это прям бросается в глаза. Затем мы видим, что реализуется ряд инфраструктурных проектов. В данном случае вчера мы с Акимом говорили о развитии инфраструктурных проектов в Майкумском районе, поскольку я еду сюда. И понятно, что до конца 2025 года здесь будет реализовано несколько проектов, касающихся и снабжения населения газом, и снабжения населения питьевой водой, и в отношении обеспеченности оптико-волоконной связи для лучшего интернета в школах и других учреждениях. Говорить о том, как развивается в части СМИ, в части гражданского сектора и в части молодежной политики, в принципе, развитие идет стабильно. Я вчера встречался в самом Таразе, встречался с
представителями средств массовой информации, с представителями неправительственного сектора, с представителями СМИ. Демонстрируется большая активность, неравнодушие. Есть у нас, конечно, ряд вопросов по некоторым направлениям, в части, например, там, наполнения базы МПО, либо в части реализации государственного социального заказа, но эти все моменты, они исправимы. В любом случае, радует то, что в Таразе мы увидели, что общественная активность, которая так необходима в строительстве нового Казахстана, она достаточно на хорошем уровне. Спасибо. Асқар мырза, Сұрақ қойсаңыз. менің сұрағым мынандай, мен осы ауылдың тұрғынымын и 5 жылдан бері Тенгриде істеймін, бірақ удаленно да, осында ауылда тұрып. Штаттан тыс ішсіз ба? Жоқ, кәдімгідей удаленно просто штатта атысымен. Менің айтайын дегенім, сұрайын дегенім, жалпы мен үшін де өте қуанышты министрдің осылай келіп жатқаны. Бұл жалпы бастама үкіметтің бастамасы ма, әлде сіздің өзіңіздің жеке бастамаңыз? Яғни біз басқа министрлерде мысалы үміттеміз ба? Мысалы бізге ауыл шаруашылық министрі келсе, мүлде басқа сұрақтар да бар еді. Бұл мемлекет басшысының тапсырмасы. Осы президент орталық атқарушы органның бірінші басшылары халықпен кездесу туралы жарлыққа қол қойды. Министрлік осы жарлықты жүзеге асыру үшін жауапты орган болып тұр. Үкіметтің деңгейінде орталық атқарушы органдардың басшыларының халықпен кездесу графигін біз жасадық. Осы аптада ғана үкіметте мен қорытындысын баяндадым. Тамыз айына дейін орталық атқарушы органның басшылары 45 кездесу өткізді. Енді бұл негізі график бойынша бұл президенттің жарлығының аясындағы атқарылатын жұмыс. Яғни басқа министр келер келмейді. Жеке бастамам емес. Жоқ, именно Мойынқұмға келу. Мойынқұм? Иә. Мойынқұм ауылдан мен өзім таңдадым. Менде себебі енді облыстың орталығында кездесуге болады. Ол жақта да әріптестеріміз кездесіп жүр. Облыс орталығынан бір 20-50 шақырым жерге де баруға болады. Бірақ шалғай жерге де барғаны дұрыс. Себебі шалғай жерлерде де мәселе бар. Ол жаққа бірінші басшылар жиі келмейді. Сонымен негізі осындай тәжірибені енгізу қажет. Менде екінші мәселе, бұл сұрақ емес, өтініш. Мен жаңа көпшілікпен енді үлкен кісілер тежеп тастағаннан кейін қоя алмадым, айта алмадым. Сіздердің министрлікке қарасты азаматтық бастамалар қолдау орталығы бар. Өте нәтижелі жұмыстармен айналысып жатқан өзім көзім. Жақында басшысының. Иә, тағайындады. Жасұлан Бейсенбин мырза. Кім? Ғалым Құрман. Менің айтайын деген жалпы мысалы Орынбасар болып кетті Атырау облысының. Менің сұрайын дегенім өтінішім. Жалпы ауылда жаңа жастар кетіп жатыр деді ғой. Мысалы сол берілетін гранттар, мысалы шағын гранттар көбірек насихатталса екен деген үміт. Себебі біздің ойымызда сіз жаңа докладты бастаған кезде ешкім даже көбінесе білмейді де ол гранттар бар екен. Барлық бақтарға беріп жатыр. Бақтар болғанда кейбір бақтар оны баспайды. Иә, жалпы. Негізі былтыр 30 грантқа былтыр 500 өткен болды. Таңдау өте қиын болды. Асқар Қуанышев. Бұл жердегі Сіз айтқаныңыз дұрыс. Біз қазір тағы да жергілікті атқарушы органдарға ескертеміз. Мүмкін сол жергілікті деңгейде мүмкін ақпараттар жеткізілмейді. Мысалы сіз айтасыз жаңа бақтарда тарап жатыр деген сияқты. Мен мысалы Тенгри журналистімін, сіз мысалы білесіз Тенгри. Бұл ауылда Тенгриде тек Инстаграмдағы паблик ретінде ғана біледі. Мысалы бір 100 адамнан сұрасаңыз 5-еу ғана айтуы мүмкін ақпаратты сайт ретінде. Сондықтан да бір басқа да бір кешенді шаралар өткізу керек шығар насихаттау үшін. Мысалы білмеймін жаңа мысалы қалай сайлау не мысалы
немесе әкімдікке алады. Әкімдік оны жайлап қояды. Енді білмеймін. Әлеуметтік желі болу керек сияқты бірінші құралдарыңыз. Әлеуметтік желіде бар, аккаунттарда бар. Бізді қолдайтын әлеуметтік желілерге белсенділерге сол ақпараттар шығарды. Мысалы кеше мысалы Таразда жастармен кездескенде бір топ жастар бір жақсы жобаны ұсынып жатыр. Соны сұрасақ, тәуелсіздік ұрпақтарына заявканы берген екен. Иә, сол енді біліп отыр ғой. Мен ауыл жерді айтамын да. Адам бар дейсіз. Бірақ сіздің айтқаныңыз дұрыс, біз ақпараттық жұмысын күшейтеміз. Жақсы, рахмет.